Шығыс Түркістаннан батыста Мәрмәр теңізіне дейін созылып жатқан алып Селжұқтар империясы. Еуропа мен күллі Азияны үрейде ұстаған Селжұқтар елінде 1092 жылы бас уәзір, былайша айтқанда империядағы екінші адам Низам әл-Мүлікке қастандық жасалды. Бас уәзірді өлтірген соң құпия ұйым артынша бір айдан кейін бүкіл империяны ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстап тұрған Алып Арсланның баласы Мәлік Шахтың да түбіне жетті. Бүкіл елді үрей жайлады. Таудағы бекіністе бір қария түрлі жоспарлар құрып, жер-жерге жендеттерін жұмсап жатты. Бұл орден өзіне кедергі болған талай уәзірдің көзін құртып, графтар мен әмірлерді, халифтер мен сұлтандардың ізін қалдырмай өлтіріп кетіп отырды. Атақты Салахаддинге бір емес 8 мәрте қастандық жасады. Осыншама тұтас империялар мен сұлтанаттарды үрейге салатындай Исмаилдер, көпшіліктің тілімен айтқанда асасиндер деген кімдер? Олардың мақсаты не? Сонау қырда аң аулап жүрген моңғолдар бұл орденнің түбіне қалай жетті? Қалайық, алдымен видеоны осы жерден тоқтата тұрыңыз, арнаға тіркеліп лайк басып, еңбегімізді бағалап қойсаңыздар. 11 ғасыр. Мұсылман әлемі құлдырауға бет алған. Селжұқ әскерлері 2 күннің бірінде Бағдатта халифті үрейге салып, ақыры Бағдатта Селжұқтардың алдында тізе бүкті. Бір сөзбен айтқанда, мұсылман әлемінде түрік халықтарының билігі басталды. Мысырдан бастап Үнді жеріне дейін түрік халықтарынан шыққан қолбасшылар билікті өз қолдарына алып, әртүрлі мемлекеттердің негізі қаланады. Селжұқтардың 1071 жылы Алып Арслан бастаған әскерінің Мансикер түбіндегі кірешілерді тас-талқан етуі бүкіл Еуропа корольдіктерінің үрейін ұшырды. Алайда Алып Арслан келесі жылы Қарахандар шекарасында ауыр жараланып дүниеден өтті. Оның баласы Мәлік Шах бар болғаны 17 жаста үлкен империяның билігін қолына алды. Селжұқтардың қуаттылыққа жетуі және құлдырауының басталуы да осы сұлтанның кезінде жүрді. Бозбала Мәлік Шах тақта отырғанымен, әкесі Алып Арсланның өсиеті бойынша ел басқару ісінде талай жылдар бойы Алып Арсланның сенімді серігі болған ғалым әрі ойшыл, саясат өнеріне жүйрік, өз заманының данышпаны Низам әл-Мүлік деген ғалым ел басқаруда жас сұлтанға жетекшілік етті. Низам әл-Мүлік туралы таңнан таңға айтуға болады. Таққа жаңа келіп, шығыстан батысқа дейін созылып жатқан ондаған мемлекеттердің жерін жайлаған Алып Селжұқтар империясын осы 2 адам ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстады. Әкесі Алып Арслан әскері қуатты, көршілері баталмайтын сондай ел қалдырып кеткеннен кейін, ол өлгеннен кейін де көрші елдердің қол бастап басып кіруге жүректері дауаламайды. Мәлік Шахтың таққа келуімен өмір жолы кейін Осман империясын басқарған Сұлтан Сүлейменнің өмір жолына ұқсайтындай. Байқасаңыз, Сүлеймен сұлтанға да өз әкесі Сәлім Жауыз сондай қуатты мемлекет қалдырып кеткен еді ғой. 21 жастағы қылшылдап тұрған Сүлеймен Алып Осман империясының тағына отырады. Міне, Мәлік Шахқа да әкесі Алып Арсланнан сондай мұра қалған болатын. Сүлейменнің қасында ақыл айтып ой бөліскен жақын серігі Ибрагим Паша болса, Мәлік Шахтың жанында әкесінің көзін көрген данышпан қайраткер Низам әл-Мүлік болды. Низам әл-Мүліктің ақылын тыңдаған жас билеуші елдің ішкі істерін реттеуге көп көңіл бөлді. Низам әл-Мүлік сарайдағы бас уәзірдің қызметін атқара жүріп, күні бүгінге дейін жеткен мемлекетті дұрыс басқаруды зерттеп шыққан Саясатнаме деген кітабын жазып шығады. Селжұқтар елінде ғылым мен білім қанат жайды. Қоғамдық орындар, көпшілік тамақтанатын жерлер салынды. Моншалар мен саяжайлар, су құбыр жүйелері жаңартылып, мешіттер мен медресе, әсіресе оқу ағарту ордалары, ғылыми орталықтар салынды. Күні бүгінге дейін айтылатын
Низамия мектептер желісі дәл осы Низам әл-Мүліктің басшылығымен салынған еді. Ол елдегі салық азайтты, медицина жүйесіне көңіл бөліп, қоғамдық емдеу орындарын ашты. Бір сөзбен айтқанда, дәл сол 11 ғасырларда Еуропада жасалмаған жағдай селжұқтар елінде жасалып, буырқанған реформалар дәуірі қарқын ала бастады. Бұл түркілер билеген шығыс әлемінің алтын дәуірі болатын. Сонымен қатар селжұқтар шығысқа қарай қимылдай отырып, Қарахандар иелігі Самарқан мен Бұхараны басып алып, селжұқтардың алдыңғы авангарды тіпті шығыс Түркістанға дейін жетті. Батыста Константинопольді есептемегенде Мәрмәр теңізіне дейінгі жерлер империяның құрамына кірді. Алайда 1092 жылы осыншама еңбек еткен империядағы екінші адам Низам әл-Мүлікке қастандық жасалды. Осылайша уәзір әрі ғалым, реформатор, ассасиндердің былайша айтқанда исмаилиттердің қолынан қаза тапты. Артынша бүкіл империяны билеп отырған Мәлік-Шах та ассасиндердің таудағы бекінісіне жорық барысында белгісіз жағдайда дүниеден өтті. Бір деректерде исмаилиттер адамы Мәлік-Шахты улап өлтірген екен. Бас уәзір артынша бір айдан кейін Мәлік-Шахтың құпия жағдайда дүниеден өтуі елді дүрліктіріп жіберді. Тұтас империяда түсініксіз жағдайлар орын алып, сарай ішінде саяси мақсатты көздейтін шенеуніктердің өлтірілуі жиілеп кетті. Елдің ішін үрей жайлады. Ойлап қараңызшы, шығыс Түркістаннан Мәрмәр теңізіне дейін созылып жатқан алып империяның ойранын шығаратындай исмаилиттер деген кім? Хасан Саббах деген кім? Құпияға толы неше түрлі алхимиктер мен ғалымдар тәжірибелер жасайтын Аламут бекінісі өмірде болған шындық па? Оны түсіну үшін содан өткен тарихқа сәл шегініс жасайық. 11 ғасыр. Бір кездері Испаниядан Үндістанға дейін созылып жатқан араб халифаты келмеске кеткен. Мұсылман әлеміндегі билік түрік селжұқтарының қолында. Осы кездері Хасан ибн Саббах есімді діни қызметкер өз жақтастарымен бүгінгі Иранның солтүстік бөлігіндегі таудың құзар шыңында орналасқан өте мықты қорғалған Аламут бекінісін 1090 жылы шамамен 3000 динар алтынға сатып алады. Бұл атақты ассасиндер, тарих бойынша айтатын болсақ, исмаилиттер мемлекетінің бастауы болатын. Оның негізін қалаушы әрі бірінші билеушісі Хасан ибн Саббахтың шығу тегі мен мемлекет құрылар тұсқа дейінгі қызметі бұлыңғыр күйінде қалып отыр. Шығыс аңыздарында атақты ақын, баршаларыңызға белгілі Омар Хайям, селжұқтар елінің бас уәзірі Низам әл-Мүлік және осы ассасиндердің, яғни исмаилиттер мемлекетінің негізін қалаушы Хасан ибн Саббах бір медреседе бір ұстаздан тәлім алған екен. Яғни бұл шығыс аңыздарында айтылады. Негізінде Хасан ибн Саббах деген бұл адам Иран, Мысыр, Ирак, Сирия жерлерін билеген басшыларға наразы болып, құпия діни ұйымның негізін қалайды. 1090 жылы Аламут қаласын қолға түсіргеннен кейін таулы өлкелерді орналасқан ондаған бекіністерді Кухистан, Фарс, Хузистан мен Мазандеран жерлерін өз бақылауына алады. Селжұқтарға бағынышты әмірлер бірнеше рет бұл орденнің көзін құртуға тырысқанмен, мұның барлығы сәтсіз аяқталып отырды. Кішкентай ғана аумақта орналасқан бұл ұйым өзінің құпиялылығымен, астыртын әрекеттерімен сол кездегі халықты үнемі үрейде ұстап отырды. Күннен күнге бұл ұйымның селжұқтар елінде ықпалы артып, тіпті Сирия жеріндегі түрік билеушілері де уайымдай бастады. Сарай төңірегіндегі адамдардың өз жақтастарына айналдырған ассасиндер биліктің ең қауіпті дұшпанына айналды. Бас уәзір Низам әл-Мүлік ассасиндерді елге қауіпті деп санап, оларға қарсы күрес бастады. 1092 жылы Мәлік-Шахтың бұйрығымен Арслан Таш бастаған селжұқтар әскері Аламутқа басып кірді. Қамалды бар болғаны 60-70 адам қорғағанымен бірнеше айларға созылған бекіністі алу жоспары жүзеге аспады. Хасан ибн Саббахтың адамдары ақыры тұтас елдің бас уәзірі Низам әл-Мүлікті өлтіріп тынды. Осы кездері Аламутты қоршап тұрған селжұқтарға ту сыртынан 300-ге жуық ассасин орденінің адамдары шабуылдап, селжұқтар қашып құтылды. Бас уәзір Низам әл-Мүлік өлгеннен кейін артынша бір айдан кейін бүкіл империяны билеп отырған Мәлік-Шах та өлтірілді.
Мәлік Шахты орденнің адамдары улап өлтірген деген деректер бар. Осыдан кейін империяда аласапыран басталып, елдің ішін үрей жайлайды. Осыны пайдаланған Хасан ибн Саббах 1096 жылы Ламасар бекінісін басып алып, Рудбар аталатын үлкен аймаққа толықтай өз бақылауын орнатты. Ассасиндер ордені үнемі саясатқа араласып отырды. Өздеріне кедергі болады деген елдегі басты тұлғаларды, қолбасшылар мен сұлтандардың көздерін құртып отырды. 1092 жылы селжұқтардың бас уәзірі Низам әл-Мүлік өлтірілді. 1097 жылы селжұқтардың бас уәзірі болып тағайындалған Әбдар-Рахман ас-Симрумидің көзі жойылды. 1107 жылы уәзір Фахр әл-Мүлік Ридван өлтірілді. 1122 жылы уәзір Камал әл-Мүлік өлтірілді. Осылайша Фатимиттер халифы, Бағдат халифы, селжұқтар билеушісі Дәуіт сұлтан да өлтірілді. Триполи графы Раймонд II өлтірілді. 1175-1176 жылдар бір емес 8 мәрте, яғни 8 рет Салахаддинге, яғни Мысырдағы аюбиттерді басқарып тұрған кресшілерді тоқтатқан Салахаддинге 8 рет қастандық жасалып, алайда ассасиндердің бүкіл жоспары сәтсіздікке ұшыраған екен. Олар қанша тырысқанмен Салахаддинді өлтіре алмады. Бұл тек белгілі болған тарих, ал белгісіз болып қалған ассасиндердің астыртын мұндай тапсырмалары қаншама. Аламут қаласына әр елден ғалымдар мен оқымыстылар, инженерлер мен астроном, математиктер жиналды. Тарихшы Жувейнидің айтуынша, Хасан ибн Саббах Аламуттағы 35 жыл ғұмырында ешқашан Аламут жартасынан түспеген және үйінің төбесіне 2 рет қана көтеріліп, барлық уақытын ораза ұстауға, дұға етуге, кітап оқуға, ілімдерін әзірлеуге және мемлекеттік істерге жұмсаған. Аламуттағы ғалымдар ордасында әлемге белгілі математик әрі философ Насыр ад-Дин ат-Туси де болды. Ғалым өзінің бірқатар еңбектерін осы Аламут қамалында жазған екен. Жоқ жерде мемлекет құрып, шекарасын шегендеп, бекіністермен қоршап, ғалымдар мен оқымыстыларды топтастырып, жаңа Исмаилиттер елін құрған Хасан ибн Саббах 1124 жылы дүниеден өтті. Оның құрған мемлекеті ол өлгеннен кейін де 132 жылдай салтанат құрды. Күллі мұсылман әлемінде ассасиндердің астыртын қимылдары үрей туғызып, қалтыратып отырды. Алайда ассасиндер дәуіріне сонау шығыста аң аулап жүрген моңғолдар нүкте қояды деп кім ойлаған? Сонау Шыңғыс ханның кезінде-ақ Сүбедей мен Жебе қолбасшылар Хорезм шақты қудалап жүргенде, Иранның солтүстігін айналып өтіп, Кавказды кесіп өтіп, орыс таласынан жетіп келген еді ғой. Алайда 1220 жылдары моңғолдар Иран жеріне алғаш рет аяқ басты және олардың басты мақсаты қашып жүрген Хорезмшах екінші Мұхаммедті қолға түсіру болды. Оның үстіне моңғолдар бұл аймақтарда не болып жатқанын жақсы біле бермейтін. Жебе мен Сүбедей баһадүрлер жолында кездескен ауылдар мен қалаларды талқандап, Каспийді айналып, Кавказ тауларымен солтүстікке қарай бір жүріп өтеді. Былайша айтқанда, бұл моңғолдардың алдағы соғыстарға барлаушылық жорықтары деп айтуға да болатын шығар. Шыңғыс ханның көзі тірісінде Иран жері әлі бағындырылмаған еді. Тіпті Үгедей мен Күйік хандардың тұсында да Иранның таулы аймақтарында ассасиндер билігі жалғаса берді. Тек Мөңке ханның тұсында ассасиндер еліне үлкен қауіп төнді. Қарақорымда таққа отырған Мөңке ханға Казвин жері мен Парсының таулы өлкелерінің халқы өздерін үрейге салып отырған Исмаилиттер туралы шағымдарын айтуы Иран жеріне моңғол әскерінің басып кіруіне жақсы сылтау болды. Сүбедей мен Жебенің Каспийді айналып өткен найзағайдай жорығына 30 жылдан астам уақыт өткеннен кейін 1253 жылы Кетбұға бастаған моңғолдардың алдыңғы отряды Хухистан аймағына басып кірді. Алайда бұл бар болғаны Құлағу әскерінің азғантай бөлігі болатын. 1256 жылы жошы ұлысындағы әскермен өз қатарын толықтырған Құлағу бастаған негізгі армия Әмудариядан өтіп, ассасиндер ордасына жетіп келді. Моңғолдардың соғыс тәсілі мен жан шошырлық жорықтары ассасиндерге үнемі естіліп жататын. Ассасиндер үшін бұл қауіпті жау көптеген уақыттар бойы жұмбақ күйінде қалып отырды. Өздері бес саусақтай білетін мұсылман әлеміндегі сұлтандар мен шахтардың әскері сияқты емес.
Моңғолдарда Шыңғыс ханнан қалған темірдей тәртіп болды. Ассасиндер басшысы имам Рукн ад-Дин Хуршах моңғолдар рақымшылығынан үміттеніп 19 қарашада Меймундиз бекінісін өз еркімен ашты, яғни өз қақпасын ашты. Имам Хуршахты кешіру немесе өлтіру үшін шешімін қабылдау үшін Құлағу оны өз қабылдамай, оны Мөңке ханға жібереді. Алайда Мөңке ханның ордасына бара жатқан жолда имам Хуршах құпия жағдайда өлтіріледі. Осыдан кейін 40-қа жуық бекініс басшылары өз еріктерімен қақпаларын аша бастады. Алайда Аламут пен Ламасар бекіністері берілгісі келмеді. 19 желтоқсан күні 4 күнге жуық қарсыласқан ең мықты Аламут бекінісі де құлады. Құлағудың жанында жүріп кеңесшісі болған тарихшы Жувейни 100 жылдан астам уақыт бойы бүкіл ассасиндердің ордасы болған ғалым, оқымысты, небір құпия тапсырмалар беріліп, тұтас империяларды үрейде ұстаған Аламуттың ішіне кіреді. Ондағы бай кітапхананы көріп таңғалады. Құлағудың жанында жүрген тарихшы Жувейни сол кітаптардың ішінен сонау 100 жылдан астам уақыт бұрын өмір сүріп, осы ассасиндердің негізін қалаған Хасан ибн Сабах деген көсем туралы жазылған кітапты тауып алады. Жувейни көптеген кітаптарды өртелуден сақтап қалады. Алайда исмаилиттер догматикасымен жазылған кейбір кітаптарды өртеп жібереді. Ассасиндер ордасында ғылыми ізденістерімен айналысқан әлемге әйгілі ғалым Насир ад-Дин ат-Туси моңғолдар Аламутты жаулап алғаннан кейін Құлағудың сарайында ханның кеңесшісі болып қызмет етеді. Ал Сирия мен Ливанға бекінген ассасиндердің бір бөлігін Мысырды билеген Бейбарыс сұлтан 1272 жылы жойып жіберді. Осылайша Хасан ибн Сабах негізін қалаған исмаилиттер мемлекеті, яғни ассасиндер тарих сахнасынан кетті.